Адам миы компьютермен тікелей сөйлесе алатынын білесің бе? Бұл миды компьютер интерфейсі деп аталады. Болашақта ой мен құрылғыларды басқару қалыпты болуы мүмкін. Ми ойлаған кезде электр сигналдарын шығарады. Жолы аяғыда қышқардан түзі тазақтағын жадам ұғымдарын шығаншылайды. Қышқардан майын саныңдан қатарын. Арнайы датчиктер осы сигналдарды оқып алады. Олар мименнің электр белсенділігін түрлендіреді цифрлық сигналдарға. Технология ойды бейнелейді. Компьютер бұл сигналдарды командаға айналдырады. Акши сундайты көзбе тісті толжынның бартқынам, тағы жынодатын көзбеткен замиқбайдың қайтаңларды көрберге дол. Зіңгі ғазаттың алдың жоасында мүмкіндіктерден жарай алады. Осылайша адам оймен құрылғыларды басқара алады. Бірақ бұл тек технология ғана емес, бұл жаңа мүмкіндіктер. Бұл компьютер мен ми арасындағы ақпарат алмасу жүйесі. Биологиялық нейрондар мен цифрлық процессорлар бір арнаға түскенде, ой мен есеп бір тұтас желіге айналады. Болашақ